Бүгінгі ертегіміздің атауы балық пен түлкі деп аталады. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, қырғауылы қызылда, құйрық жүні ұзында, яғни баяғда, бір түлкінің 3 күшігі болыпты. Түлкі үлкен көлге таяу жерден ін қазып, үй салып, кішкентай балаларын өсіріп жатыпты. Түлкінің күшіктері иттің күшіктері сияқты сондай сүйкімді, ойыншыл екен. Олар тамақты көп жеп, таза ауада көп ойнаған соң тез өсе бастапты. Күшіктерінің біреуі сондай тез қимылдайтын, тез жүгіріп, тез тұратын шапшаң болғандықтан түлкі апасы оған Шап деп ат қойыпты. Екінші күшігі іздегенін тез табатын иісшіл, тапқыш болған соң апасы оған Тап деп ат қойыпты. Үшінші алыстағыны көретін, сыбыр еткен дыбысты тез естіп қоятын Сақ-бұлақ болған соң Сақ деп ат қойған екен. Сөйтіп, түлкінің Шап, Тап және Сақ атты балалары апасының ұрыспай, таласпай отырыңдар, үйден алыс кетіп ойнамаңдар, адасып қаласыңдар деген тыңдамай, Шап деген күшігі көл жаққа барып, көлдің шетінде ойнайды. Бір кезде сол судың ішінде жағаға жақын жүзіп жүрген балықты көреді. Көреді, бұл не деп антан боп тұрып қалады. Суда жүзіп жүрген кішкентай балықтың өзінікі сияқты қолы да, аяғы да жоқ, құлағы да көрінбейді. Бірақ судың ішінде олай-бұлай тез қозғалады екен. Сәл қарап тұрған соң түлкінің баласы балыққа: «Ей, сен кімсің?» деп айғайлап. «Мен бе? Мен балықпын», деді жағаға жақындаған балық, әдемі балық. Түлкінің күшігіне балық та қызыға қарайды. «Сенің киімінің қандай әдемі, жалт-жұлт етеді. Кел, судан шық, екеуміз мына құмның үстінде жүгіріп ойнаймыз», дейді түлкі. «Жоқ, мен судан шықпаймын, маған судан шығуға болмайды. Одан да сен өзің суға түс. Судың іші қандай жақсы», дейді кішкентай балық. «Маған апам суға түсуші болма, ағып кетесің деген. Кел, сен шық», дейді түлкі. «Жоқ, мен судан шықсам жүре алмаймын, шөлдеп қаламын, қорқамын», дейді балық. Сол-содағы екен, кішкентай түлкі балықты мазақтай жөнелді. «Балық қорқақ, балық қорқақ». Түлкі қоймай мазақтай берген соң балық: «Ал сен?» «Ендеше, мен де сені мазақтаймын». «Мазақтасан мәз бол, ендігі айда таз бол. Сенің аузын аңқиған, қарның қампиған, құйрығын салпиған», дейді балық. Жалаңдап тұрған түлкі бірден жылап қояды. «Мен сені апам айтамын», деп көзін уқалаған, жылаған күйі үйіне қарай жүгіріп жөнеледі. Жылап келе жатқан күшігін көрген анасы: «Не болды сонша жылап? Кім тиді саған?» деп сұрайды. Мені балық мазақтады». «Не деп мазақтады?» «Мазақтасан мәз бол, ендігі айда таз бол. Сен аузын аңқиған, қарның қампиған, құйрығын салпиған», деді. «Ал сені неге мазақтады? Ол сені неге мазақтады? Сен мазақтаған жоқсың ба?» «Мазақтадым». «Не деп мазақтады?» «Балық қорқақ, дедім». «Кім бірінші мазақтады?» «Мен». «Онда жылама, сенікі дұрыс емес. Ешқашан біреуді бірінші мазақтаушы болма. Әдепті бала ешкімді мазақтамайды, білдің бе? Және сен менің тілімді алмай, айтқанымды тыңдамай, көл жаққа жалғыз өзің кетіп қалыпсың. Ит пе, құс па ұстап жеп қойса қайтесің? Жай жүрмей балықты мазақтапсың. Өзің кінәлісің балам. Кел, қол аяғыңды жу, тамақ ішеміз», деп күшігін ініне қарай ертіп кетіпті. Осымен ертегі аяқталды. Ал балалар айтыңдар, кімдікі дұрыс емес? Бірақ та барлығымыз білеміз, кіммен ойнасан да үйден алысқа кетпей, ұрыспай, тату ойнап, ешкімді бірінші мазақтауға болмайды екенін.